1947 жылы ғана құрылған Израиль елінің әлемде жасаған таң қаларлық ғажайыбы бар. Бұл әрине иврит тілі. 2000 жыл бойы ұмытылып келген, 2000 жыл бойы ешкім сөйлемей келген тіл. Міне, сол тілді еврейлер 2000 жылдан соң қайта тірілтті. Қалай дейсіз ғой? Еврейлердің ауызбірлігі, мемлекетшілдігі арқасында. Олар өздерінің қасиетті кітабы Танақты қолдарына алып, кітаптағы жазбаларды сөйлеу тіліне айналдырған. Еврейлер осыдан 60-70 жыл бұрын болған сол кездегі сөз ойлап табу жолындағы тірліктерін бүгінгі кезде қызық етіп айтып береді. Мысалы, мынадай болған бір жағдайда. Бір мектепте еврей балалары кезекті сабақты аяқтап, үзіліске шығып, үзілісте тамақтарын ішіп қолдарын жуады. Әрине қолды сүрту керек. Немен? Сүлгімен. Бірақ иврит тіліндегі Танақта жазылған сүлгі деген сөз жоқ. Балалар оны мұғаліміне айтады. Сосын мұғаліммен ақылдаса отырып, израильдік ғалым филологтарға хат жазып, сүлгі деген сөзді ойлап табуды сұрайды. Ғалымдар ойланып мынадай шешімге келеді. Израильде Негев деген құрғақ шөлді жер бар. Әлгі кітаптарында осы шөл жайлы мағлұмат бар екен. Ғалымдар Негев сөзін түбір жасап оған жұрнақ қосымшалар қосып, сүлгі, су кептіргіш, кепкен нан, су тартқыш қағаз, қурап қалған ағаш, тағы сол сияқты сөздерді ойлап тапқан. Иврит тілінде боқтайтын сөздер де болмапты. Халық болған соң ондай сөздер де керек қой. Оны да ойлап тауыпты. Хамор, яғни есек деген сөзді. Әуелгі кезінде әзіл, әжуа ретінде пайдаланып жүрген осындай сөздер бар болғаны 15-20 жылда тез тарап, ивриттің сөздік қорына сіңісіп кетіпті. Израильдің еврейлері 3 құрлықтың 70-80 елінен жиналған. Олар келген кезде түрі мен түстері неше түрлі болғанына, неше түрлі тілде сөйлегендеріне қарамастан, бірден еврит тілін мойындап, күмәнсіз қабылдаған. Соның арқасында бар болғаны 20-30 жылда 2000 жыл бұрын өлген тілді тірілтіп, мемлекеттік тілге айналдырды. Біз қазақтар 30 жылдай болды. Мыңдаған жылдар бойы ата-бабаларымыз сөйлеп келген тілімізді, жары еткен мемлекеттік тілімізді отаршылдар мен келімсектерге мойындата алмай отырмыз. Бейшара халық, бейшара мемлекет екенімізді әлемге паш етіп отырмыз.